Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 93-ші сабақ. Тақырып заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Қанша аң? Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Жарысқа қанша аң қатысты? Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, ормандағы аңдар қандай жарыс өткізді? Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Екінші сұрақ, жарысқа тағы қандай аңдар қатысты деп ойлайсың? Жарысқа 3 аң қатысты. Екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Демек, әрқайсысы бір-бірден ғана бар. Сонда барлығы 3 аң қатысты. Мәтіндегі сұраққа жауап бер. Жауап: жарысқа 3 аң, 1 түлкі, 1 кірпі, 1 қоян қатысты. Бұл мәтін ертегі ме әлде әңгіме ме? Бұл мәтін ертегі, себебі аңдар адамша әрекет етіп жарысқа қатысады. Бұл ертегіге тән қиял элементі болып табылады. Жарысқа тағы қандай аңдар қатысты деп ойлайсың? Бәлкім аю, қасқыр немесе борсық қатысқан болар еді. Бұл сұраққа әр оқушы өз ойымен жауап бере алады. Екінші жаттығу, жаңылтпашты тыңдап жадқа жаз. 3 құс жақсы ма, 3 құс жақсы ма? Қане қайталап көріңдер. Сұрақтарға жауап берейік. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздің астын сыз. Бұл жаңылтпашта 3 саны қанша, неше сұрақтарына жауап береді. Заттың санын білдіретін сөздер не үшін керек? Заттың санын білдіретін сөздер заттың қанша екенін білдіреді. Олар арқылы бір зат па, бірнешеу ме екенін анықтаймыз. Мысалы, 1 кітап, 3 құс, 5 алма деген сияқты. Жаңылтпашты тез-тез жаңылмай айт. Үшінші жаттығу, берілген сөздердің соңына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер тауып жаз. Берілген сөздер 6, 7, 8, 10, 5 сөздері. Бірінші, 6. 6 дәптер. Не деген сұраққа жауап береді дәптер. Екінші, 7. Дәрігер. Кім? Дәрігер. 8. Кітап. Не? Кітап. 10. Сынып. 5. Мұғалім. Кім? Мұғалім. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Рахмет.